Сәлем достар, бүгін сіздермен біз окрошка дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр, редиска, шұжық, жұмыртқа, минералды су, айран, укроп және піскен картоп керек. Ең алдымен қияр мен редисканы теркадан өткізіп аламыз, ал қалған ингредиенттерімізді кубиктеп турап шығамыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Бір литр қолдың айраны, және жарты литрдей минералды су қосамыз. Болды, осымен окрошкамыз дайын болды. Араластырып бірден ішуге ұсына берсек болады. Өте қою, дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жазда өте жақсы серіктетін, тез дайын болатын тағамдардың бірі. Достар, осымен окрошкамыз дайын болды. Қараңыздар, қандай қою болды, дәмі де өте керемет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.